Сәлеметсіздер ме? Мен доктор Венкатеш Раджкумар, Ченнай қаласындағы Аполло ауруханасының нефролог консультанты. Бүгін мен нефрологиядағы маңызды тақырыптардың бірі бүйрек биопсиясы туралы айтқым келеді. Биопсия кезінде біз бүйрекке кішкентай ине енгізіп, одан кішкене тін бөлігін аламыз да, оны микроскоппен қарап, бүйрекке қатысты көптеген ақпарат аламыз. Сондықтан биопсия туралы айтқанда ең маңызды нәрсе, науқастың ойында бірден туындайтын сұрақ. Бұл қатерлі ісікке деген алаңдаушылық. Мен бұл қорқынышты бірден сейіте аламын, себебі бұл қатерлі ісікке мүлде қатысы жоқ. Бүйректе біз қатерлі ісікті анықтау үшін биопсия жасамаймыз. Керісінше, біз бүйрек мәселесінің себебін анықтау үшін биопсия жасаймыз. Биопсияға бірнеше көрсеткіш бар. Олардың ең жиі кездесетіні зәрде ақуыздың болуы. Әдетте, зәрде ақуыз болмайды. Егер біреудің жасына, ұлтына және басқа да факторларға байланысты қалыпты мөлшерден артып зәрінде ақуыз болса, біз әдетте оның себебін анықтау үшін биопсия жасаймыз. Осылайша оны дұрыс емдеп жазып шығуға мүмкіндік аламыз. Сондай-ақ, егер біреуде бүйрек жеткіліксіздігі болса, яғни бүйрек қызметі бұзылып, оның себебі түсініксіз болса, яғни күтпеген бүйрек жеткіліксіздігі, бұл бүйрек биопсиясына екінші ең жиі көрсеткіш. Бұл әдетте күндізгі стационарда жасалатын процедура. Бұл ота емес, сізге тек жергілікті анестезия ғана қажет болады. Яғни ешқандай кесу немесе басқа әрекет жасалмайды. Біз сіздің арқаңыздың төменгі жағына, іштің төменгі бөлігіне аздап анестезия саламыз. Содан кейін ультрадыбыстық зерттеу жүргіземіз. Ультрадыбыстық бақылаумен ине енгізіледі. Бүйректен кішкентай бір-екі бөлік алынады, қажетіне қарай, және олар микроскоппен қаралады. Бұл сізге бүйрек мәселесінің сипаты, оның қанша уақыттан бері бар екені және мүмкін болатын емдеу жолдары туралы көп ақпарат береді. Биопсия жасау арқылы біз осы ақпараттың бәрін алып, бүйрекке қатысты ауруларды дұрыс емдей аламыз, олардың көбін емдеп жазуға болады. Рахмет.